Ассалаумағалейкум қазақ бауырлар. Көптен бері ютубқа шықпай кеттім. Уақыт жоқ, короче. Қалай бар солай жазып жатырмын. Не айтайын сіздерге? Сол жұмыс жүріп жатыр. ақш-та тәуелсіздік күні. Кеше көптеген салюттар болды осы Сан-Франциско қаласында. Мен бірақ қараған жоқпын, жай даладан қарап, шамам келгенше видео түсірдім. Міне салют деген тиеседі екен, в общем, сондай. Баяғы школ кезімде есіме түсіп кетті, школда бір-бірімізге салют ататын едік, қояншық сияқты қолымызға ұстап. Енді бұлар өте қарапайым қарсы алды. Біздікіндей шикарный қылып Астана, Алматы, бүкіл үлкен қалалар сияқты Қазақстандағы гүжілді өтіп жатқан жоқ. Біздің қалада вообще салют кішкентай ғана болды. Бірақ Нью-Йоркта жақсы болған дейді, Лос-Анджелесте жақсы болған дейді. Басқа да бір үлкен Американың атышулы қалаларында жақсы болды дейді. Дегенмен қарапайым үйлерінде отырды, көп жерлер жабық болды деген сияқты. В общем, сондай өте қарапайым өткізеді екен американдықтар тәуелсіздік күнін. Дегенмен бұған қатты көңіл бөледі екен. Мен білмеймін, мүмкін басқа штаттарда басқаша шығар, әйтеуір Калифорнияда сабырмен сондай болды деген сияқты. В общем, сол бұл елді кезінде бұлар да өздерінің тәуелсіздік үшін күрескен ел, мысалға үшін оған таңғалудың қажеті жоқ. Мінекей қазір енді әлемдегі алғашқы елдердің бірі ғой енді, былайша айтқанда. Сол бүгін, бірақ кеше күні біз жұмыс жасадық, бүгін де жұмыс жасап жатырмыз. Мысалы, көп жерлер американдықтар ертеңнен бастап жұмысқа кіріседі. Сол